Бұл булочкаларды жасап жатқан кезде сіз қолмен қамыр илемейсіз, және де ең тиімдісі бар жоғы 20 минуттың ішінде жылы суда ашып шығады қыздар. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен сүтімізді жылытып аламыз. Міндетті түрде жылы сүт болу керек. Үстіне шекер және де дрожжды салып, апарасын дайындап қоямыз. Қыздар, шекер салған кезде өздеріңіздің тәтті жақсы көргендеріңізге қарай салыңыздар, және де дрожж салғанда қатты ыстық емес, жылы болу керек. Бетін жауып қойсаңыздар, 10 минуттан кейін осылай әдем болып ашып шығады. Осыны біздің жаңағы арнайы пакетімізге құйып аламыз. Бірінші пакетіміз тесік болмау керек. Жақсы пакет. Осыны үстіне тұз саламыз, және де бір жұмыртқаны жарып салып аламыз. Кейін үстіне аз ғана разрыхлитель саламыз. Көп емес, бір чайный ложка, барлық заттың мөлшерін описание қалдырам. Кейіннен алдын ала еліктен өткізіліп алған ұнның барлығын саламыз қыздар. Ұнды артық салмаймыз, тек мен айтқан мөлшерді ғана саласыздар. Енді жаңағы заттардың барлығын осылай араластыратын боламыз. Қолымыз былғанбайды, қамырды илеудің қажеті жоқ. Ең соңында осылай ерітілген сары май немесе бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Оны да сары май біркелкі болып қамырға араласқанша жақсылап пакеттің сыртынан араластыруға тырысыңыздар қыздар. Сары май мүмкін кішкене қалып кетуі мүмкін, онда тұрған ештеңе жоқ. Барынша араластыруға тырыссаңыздар болған қыздар. Енді қыздар, бұны ашытуда өте оңай. Жылы суға саламыз, астын ешқандай жақпаймыз, тек бір жерге қойып жылы суға қоямыз да 20 минуттың ішінде ашып шығады қыздар. Өте оңай. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Осылай 20 минуттың ішінде осыншалықты ісіп шығады. Енді бұл қамырды бөлек алып аламыз да бірдей бөліктерге өзіңіз қалаған формада булочка жасасаңыздар болады. Мен сердечки формасы немесе ушки деп те айтады, солай формада жасадым. Барлығын біркелкі бөлікке бөліп алдым. Егер де дәл осылай жасаймын десеңіздер, осыны бөлікке бөліп алған соң жайып аламыз. Бірінші, одан кейін ортасына сары май немесе кәдімгі растительный май жақсаңыздар да болады. Кішкене май жағып жіберіп, үстіне шекер саламыз. Кішкене тәттілеу болсын деп. Тәтті ұнатпасаңыз, шекер салмасаңыздар да болады. Дәл осылай рулет сияқты қылып орап шығып, бір-біріне біріктіреміз. Дәл ортасынан бөлеміз де қыздар. Астыңғы жағын бірге біріктіріп жерсеңіздер болады. Сол кезде бір шетінен осылай кесіп аласыздар. Сол кезде әдемі құлақшалар немесе жүрек ретінде форма шығады қыздар. Форманың бәрін дайындап болған кейін міндетті түрде 15 минутқа тынықтыру керек. Сол кезде әдем болып ісіп шығады. Ісіп шыққан булочкалардың үстіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт араластырып жіберіп жағып, бетіне әртүрлі күнжіт мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған печкада 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Осындай жұмсақ, бір апта тұрса да қатпайтын булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап алыңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар.